Мәдениет пен өнердің үздік қызметкерлеріне Қарағанды облысы әкімінің сыйлығы табысталды. Марапаттау рәсімі Кеншілер мәдениет сарайында өтті. Биыл байқауға 85 өтінім берілді. Арнайы комиссия 26 жеңімпазды анықтады. Лауреаттарға сыйлықтар, дипломдар мен естелік мүсіншелер табыс етілді. Шараға қатысқан облыс басшысы сала мамандарын құттықтап лебізін білдірді. Бүгінде біз ауылдық мәдениет үйлерін көркейтіп, көркем өнерпаздар ұжымдарына қолдау жасап отырмыз. Іске асырылып жатқан бұл жұмыстарымыздың жемісін біз әр қалада, ауылда ұйымдастырылатын концерт пен көрмеде көре аламыз. Қадірлі мәдениет саласының қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып, зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Станиславский атындағы орыс драма театрының актері Александр Тисен үшін бүгінгі марапат көптен күткен және тосыннан берілген сыйлық болды. Ол үздік эпизодтық роль номинациясының жеңімпазы атанды. Для меня это долгожданная награда. Мен театрда 14 жыл қызмет етіп келем, және бұл менің алғашқы үлкен және маңызды сыйлығым. Бұл өнердің игілігі үшін әрі қарай қызмет етуге және көрермендерді қуантуға ынталандырады. Жылдың үздік театр режиссері деп Сәкен Сейфуллин атындағы театрдың көркемдік жетекшісі Айдын Салбанов танылды. Ол өзінің кәсіптегі жолы күрделі болғанын айтады. Бала кезінен театрда жұмыс істеуді армандаған, бірақ белгілі бір жағдайларға байланысты фельдшерлікке оқыған көрінеді. Бүгін өте қуаныштымын, өйткені жасап жатқан еңбегіміздің ақталғаны, бағаланғаны деп білеміз. Бұл тек бағаланып осыдан кейін босаңыз кету емес, бұл екесе ішті тартып, екесе еңбек етуге шақыратын алтын қобыз деп білем. Бұл енді Құдай қаласа біздің үйде я болмаса кабинетімізде тұратын болады. Бұны көрген сайын екесе еңбек етуге, екесе осы елге, халыққа қызмет етуге шақыратын алтын қобыз деп білем. Мамандыққа адалдығы үшін бас марапаты мен 2 миллион теңгеге сертификат Теміртау мәдениет сарайының дарын қазақ вокалдық эстрадалық ансамблінің жетекшісі Жанна Хасеноваға және Еркеғали Ахмадиев атындағы академиялық симфониялық оркестрдің музыканты Олег Семченковқа бұйырды. Дариға Жаманова, Мұрат Төкенов, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.